الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت الشمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Құрметті мырзалар мен ханымдар, Хан Сарай мейрамханасына қош келдіңіздер. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в ресторан Хан Сарай. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Адамзаттың асыл тәжі, екі дүние сардары пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі той халал емес, арақсыз той. Алла Құранда Мәида сүресі 90-шы аятында: «Ей иман келтіргендер, арақ, құмар ойындар, пұттар және бал ашу шайтанның лас істері, одан аулақ болыңдар» деген. Пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Көп мөлшерде мас қылатын нәрсенің азы да харам деген сахих хадис. Сондықтан бүгінгі асаба Рауанның орда бұзар кеші берекелі, шынайы қуанышқа толы кеш болсын. Әр қуанышымыз есімізде қалсын. Асаба Рауанның статистикасы бойынша бұл тойдағы қонақтардың 70% умраға барған. Демек, бұл тойда арақты сырттан алып келетіндер жоқ. Ал егер уже сырттан ұрттап келгендер болса, дәл қазір тәубе етіңіз. Бәлкім сіздің тағдырыңызға қарттық жазылмаған болар. Болды, тоқтатайын. Нәпсілеріңізге ауыр тиіп кетер. Айтпақша, құрметті ата-аналар, мобилографтарыңызды ебелектетпей жинап отырыңыздар. Біз бастаймыз. Түріктің киносындағыдай бастайықшы. Басты рөлдерде Әліш Рауан Мекемтасұлы, Нұртай Дана Болат қызы, Мекемтас Айсұлтан Рауанұлы, Мекемтас Мәриям Рауан қызы. Біреуді ұмытып кеттік қой деймін. Мекемтас Омар Мекемтас немересі. Лақабаты Кесірбек Роби. Асаба Рауанның 30-шы көктемі. 1-ші бөлім.
الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت الشمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله рахмет ассалаумағалейкум барлықтарыңызға тоқты болсын бір шабала құрып қойсаңыздар қош келдіңіздер Bro, you know I love the way you барлық күнәміз көз алдымыздан өтті ғой негізі негізі мынандай бастаудан кейін менің өзіме бәрін кәдімгідей өзім уайымдап тұрмын не деген бастау рауан фантазияң өте мықты екен аллаға шүкір
Баршаларыңызға рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп, Тараз қаласындағы Хансарайдай мейрамханада 2026 жылы 7 сәуірде Рауан бауырымыздың 30 жас мерейтойына қош келдіңіздер. 100 жасасын деп қояйықшы, құрметті ағайындар. Рауан Қызылорда, мұнда бұзық балда. Стиль таза Қызылорда. Енді бүгінгі кешіміз бір ерекше өтейін деп жатыр. Білмеймін, қазір Рауанның өзінің фантазиясын көрдіңіздер ғой. Құдай қаласа, қазір Рауан тағы да сіздерді осы тойдың ортасында неше түрлі нәрсемен таңғалдырайын деп жатыр. Ең бірінші Бекемтас ана әкемізбен Қуанышкүл анамызды осындай ұлды өмірге алып келіп, ешкімнен кем қылмай той жасап беріп, бағып қағып өсірген ата-анамыздың құрметіне бір шапалақ қошемет тұрып қояқшы. Бекемтас! Мәні, папасы осы кісі салауат болып атқанда далғада жүрді. Бастаймыз ба, Рауан? Эй, жан машин, свет өшсе басқа екен ғой түріңе. Ал Рауан бауырымызды, дана келіндеріңізді және 3 кішкентай Алланың берген байлықтарымен той төріне, той себепкері Рауан. Бола ма? Қошемет шапалақ Рауанның құрметіне. Ал Рауанжан, тойың құтты болсын. Енді Рауан 2 ай бұрын хабарласып, тойымызды жүргізіп берсеңіз әреке деп Алланың қалауымен қаншама асабаның арасында мені таңдап, екеуміз 2 айдың ішінде 100 рет кездестік, сценарийін жаздық. Енді еңбегі бар бұл жігіттің. Қазір қуанышты күнінде сіздер үшін бар еңбегін көрсетеді. Барша алыстан жақыннан келіп отқан қонақтар сыйлап келіп жатсыздар. Бүкіл Қазақстаннан осы жігіттің бір тойға дайындығын далаға көп шықпай, осы ортада бағалап, ата-анасын, бауырларын, барша келген әртістерді бір жақсылап той өткізуге бір кісідей атсалысайық, құрметті ағайындар. Алыстан келген ұстаздарымыз бар, қазір тойымызды ашып беретін. Рауан, тойың құтты болсын. Сенің жасап атқан еңбегіңді бүкіл Қазақстан, Инстаграм, близкий друзьядан да көріп жүрміз, Нұржанның не істеп жүргенін бәрін. Тойың құтты болсын, аман бол, тек қана қуанышты күндерің көп болсын. Құдай қаласа бүгін тағы да бір сюрпризбен бөлісейін деп жатыр екенсің. Бала-шағаң көп болсын, ата-анаң аман болсын, жұмысың жүріп, Қазақстанның номер 1 асабасының бірі болсын, құрметті ағайындар. Тойың көп болсын, Құдай қаласа. Календарың тола берсін. Рахмет жаным, аман бол. Болды. Бір жүріп өтесіңдер ме, не істейсіңдер? Жүрші. Рахмет, Алла разы болсын, аман болыңыздар, бар болыңыздар, той жұғысты болсын. Бүгін енді Рауан көріп отырсыздар, бүкіл Қазақстаннан әнші, асаба, өнердегі ағалары, бауырлары, көптеген қонақтар шақырып, қуанышпен бөлісіп жатыр. Тойдың басында бәрін ескертті, далаға көп шықпай, құрметті, әсіресе тойда жүрген жігіттер, қыздар жақсылап тойды бірге атсалысып өткізейік. 2 умыра ойнатамыз деп жатыр Рауан. Бүгінгі тойда 2 умыра, неше түрлі сыйлықтарымыз бар, неше түрлі сіздерге сюрприздарымыз бар. Барлығы бүгінгі тойда сіздер үшін жасатылатын болады. Алыстан келген қонақтар, Алматы, Астана, Түркістан, Шымкент келген қонақтарға біздің Тараздың жігіттер осы жерде көп отыр ғой. Тараздың қонақжай екенін білдіріп, бір қонақтарға бір шапалақ ұрып қойыңызшы, қош келдіңіздер деп қойыңызшы. Енді біз тойымыздың басын ашып беретін адамдар бірден шақырайық. Тойдың өзі 1,5 сағат басталды. Ортамызға Рауан мен Дананың ата-аналарын шақырғымыз келіп жатыр. Өмірге алып келген тойымыздың иелері Мекемтас, Қуанышкүл және де Рауанның енесі Ұлбосын анамызды және төрден орын алып отырған облысымыздың бас имамы Асқар ұстаз, Жарқын ұстаз, Нұралы ұстаз, Павлодардан Қуаныш ұстаз, Қайрат ауылының имамы Сауран, Арыстан имам, Еркебұлан Қари, Құрбан ұстаздарды ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Келіңіздер.
Kia автокөлігін алып кетсінші, ыңғайсыз жерде тұр дейді. Қош келдіңіздер, құрметті ұстаздар. Бүгін ғана сақалым қырып шығып едім, ыңғайсызданып тұрмын сіздердің алдарыңызда. Той құтты болсын. Алтын уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге рахмет. Рауан сіздерді қалай сыйлайтынын білеміз. Сол сыйластыққа сіздерді мықты сыйлап, алыстан келіп жатқандарыңызға мыңда бір алғыс айтамыз. Енді ұстаздардан бірінші бастайық десем, өмірге алып келген ата-анадан бірінші баста деп жатыр. Негізі Рауан той басқарып жүрген кезде біздің Мекемтас әкеміз кішкентайынан той басқарып, негізі бірінші ұстаз әкеден бөлек папамыз екен. Шынымен әкеміз екен. Дұрыс па? Дұрыс. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, ұстаздан шәкірт озат деген. Бірақ бұл мақалдың бұл жерде қатысы жоқ, папа. Тойыңыз құтты болсын, аман болыңыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Сізден бастаймыз ғой, папа, я? Или енеңнен бастаймыз ба? Кімнен? Я, дірілдеп айтып тұрсын. Пападан, я? Жаным, папа. Сен балаң ба? Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, асардақты ұстаздар, менің баламның коллективі, менің баламның асаба мен әнші құрбы құрдастары, бүгінгі берекелі менің баламның тойына келген қадамдарыңызға гүл бітсін, құрметті ағайындарым. Сенен жақсы жүргізеді ғой? Дананың сөзі дария, менің де сөзім жария. Ұлым Рауан мен келінім дана өсіп көркейсін, бақытты болсын жания. Қазақта айтқан ғой, арманның асуларын біргастық па, құрметті ағайындар, не жетеді қимастыққа, өмірдің мәнеменен сәні деген осындай отырған бір сыйластық па деген екен балам. Әкеш жаным, 30 жыл болып бетіне сүймегелі. Вообще сүйдірмей ма? Енді, конечно, сіздер ауылда бөлек тұрасыздар ғой. Арман, қазақта тағы да айтқан екен, жақсы болар ағаштың жапырағынан байқарсың, ілтипаттың жақсысын қабағынан байқарсың, өзі алтын, жүзі жарқын, қажылардың нарқын білетін балам аман болсын. Жаным, сағынып қапсыз. Тойларыңыз той қыласын. Жаным, сағынып қапсыз ғой балаңызды. Сізді үйге тек қана сырыс болғанда шақырама, су шыққанда, сол кезде ғана көреміз ғой сізді. Сондай проблема болғанда шақыратын болып тұр ғой. Сүйш бар папаң, жан. Бір сүймепті ғой бетіне. Сүйш айналайын. Әкем жүрген еркекше, мен де жүрем дәл солай. Еркек туған еркектік заң солай. Ой, жаным машин. Енді мамаға берейік па? Құдағиыңыз ба? Кім сөйлесін? Жоқ, сіз сөйлеңіз. Сізде қызыңызды көрмегеніңізге қанша жыл болды? Сөйлеңіз. Біз күнде көреміз. Десе, ой, кешірім сұрайым ақы. Ал құрметті, бүгінгі осындай бір керемет тойға жиналған көпшілік, той құтты болсын. Мынау, өзімнің 3 тал гүлім бар. Осы 3 тал гүлдің ең кішкентайы осы Рауан. Рауан күйеу балам. Мынау жасың, 30 жасың құтты болсын. Денің сау болсын. Өмірің ұзақ болсын, жүрген жолың ұзақ болсын, шектеулі уақыттың шексіз бақытын тілеймін. Ағайындардың арасында, достарының арасында абыройың арта берсін. Мынау қазақ айтады ғой, ер жігіттің аты жақсы болса, ұшып тұрған пырағы дейді. Балаң жақсы болса, жанып тұрған шырағы, қызың жақсы болса, жайқалып тұрған құрағы, ал жарың жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысың дейді. Менің енді, мынау дәкабайымның, данамның, кішкентай бір тал гүлімнің, мынау жиғаны да, ырысы да бар ғой деп есептеймін. Осы Рауанның отбасында жиғаны да, несібесі де, ырысы да бар отбасы деп есептеймін. Мынау ақын айтқан ғой Мұқағали, ей қыз деген, бір анадан туса да өз бақытын басқа жақтан іздеген деп, менің қызым өз бақытын Рауаннан іздеген екен, екеу бақытты болсын, қосағымен қоса қарсын, жас алаштың аузындағы отбасы болсын. Әкең барда жалғаны жоқ, арманы жоқ дейді, шешең барда жалғаны жоқ дейді. Бауыры барда қармау көп, баласы бардың ары бері,
жүрмеуі көп дейді. Үйінде жақсы жары болса, ол үйде ешқандай жанжалы жоқ дейді. Осы менің айтылған қасиеттің бәрі бір жігіттің табылған болса, бір жігіттің бойынан, онда ол жігіттің арманы жоқ. Рауан армансыз өмір сүр. Амин. Енді мынау жұрт мақтап жатса, жақсы сөз айтып жатса, атана әрине марқайып қалады ғой. 100 адам мақтаса дейді, 100 адамға татитындай қадір қасиетің бар дейді. Сондықтан Рауан саған 100 адам татитындай күш, қуат, береке берсін. Амин. Ұлыңды өсір, қызыңды өсір, ұлыңды өсір, ұяға қондыр, қызыңды өсіріп, қияға қондыр. Екеуің еш жаманшылық көрме, бастарыңа бақыт, мәңгілік қонақтасын. Менің әппақ ниетім осы, ұлым мен қызыма тілегім осындай. Амин. Ұлбосын анамызға бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Рахмет, құдағи, рахмет. Мынау Рауан, мен 30 жасында 30 адам жинап едім. Балам 30 жасында 400 адам жинап отыр ғой, ризамын жаным. Рахмет, папа. Мама бір ауыз айтып жіберсін. Қысқа нұсқа, я. Ұстаздардан ят болады. Саламатсыздар ма? Құрметті қонақтар, алыстан келген Рауан баламның достары, құрдастары, бөлелері, барлықтарыңа да құдағилар, ұстаздар, барлықтарыңызға да рахмет. Рауан баламды сыйлап келіп отырсыздар. Әрқашанда жолдарыңыз ашық болсын барлықтарыңызда. Рауан балам, туған күні құтты болсын, 30 жасың. Өмір жасың ұзақ болсын. Дана қызым екеуің, кішкентай 3 бүлдіршіндерің, тіл көзден аман бол. Өсіп өне беріңдер. Дендерің сау болсын. Тек қана жақсылық деймін. Барлық армандарың орындала берсін әйтеуір. Қайда жүрсең де аман бол. Өзің айтасың ғой, өмірімнің жартысы жолда кетіп жатыр деп. Сол жолда әрқашанда жолың бола берсінші. Босамаңыздар. Кеше Рауан ескертіп еді, біз кішігірім көңілшек адамбыз деп, ең бастысы қуаныштан ғана жас шықсын, аман болыңыздар. Енді құрметті ағайындар, бізді алыстан келіп отырған ұстаздарымыз бар. Кімнен бастаймыз деп сұрап отыр едім. Бүгін ғана қасиетті мекеннен келген Арыстан ұстаз, Жарқын ұстаз ағаларымыз бар екен. Өздеріңіз ақылдасып, микрофон кезегін ұсынсам, шатасып қалуы мүмкін бе? Нұреке, өзіңіз. Жамбыл облысының бас имамы Асқар ұстазымыздан бастасақ иншалла. Асеке, қош келдіңіздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллах тағала осы жасап атқан тойларыңда, осы жерде жасап атқан дұға тілектерді лайым Аллах тағала қабыл етсін. Енді Рауан дұрыс халықтың арасында жүрген, тек қана арақсыз болатын тойларда басқарып жүрген, талай өсіп келе жатқан осы қазаққа, Алаштың жастарына үлгі болып жүрген жігіттердің бірі десек, артық айтқан болмаймыз. Неге? Өйткені бұл үлгі. Дұрыс, Құдай тағала әр адамға рызық несібені жазып қояды. Атам қазақ айтқандай, ер азығы мен бөр азығы жолында дейді. Сол Құдай тағаланың жазған ризығын адал жолдан іздеп жүрген бауырымыздың бірі. Үнемі шайдастар ханымыз бар, жұма шайымыз бар, басқамыз бар, аралас құрлас болып жүрміз. Ақыл кеңесімізді Нұра ұстазымыз бар, айтып жүрген сондай бір жақсы бір үлгілі отбасы. Ата-анаңның жасап атқан жаңағы дұға тілегі қабыл болсын. Рауан, Келінжан, бақытты болыңдар. Осы жалған дүниеде қалай Алланың разылығын іздеп амал жасап жүрген болсаң, осылай ата-анаңмен, бала-шағаңмен, жұбайыңмен, Құдай қаласа қосағымен қосағарып бірге жәннатқа кіруіңді Аллах тағала нәсіп етсін. Енді көп сөйлемей қойын. Осы қасиетті мекеннен келіп отқан, бізге Әулиеата өңіріне келіп отқан ұстаздарымызға сөз кезегін берсек. Ұстаздар, қош келдіңіздер. Біздің інімізді, бауырымызды сыйлап, сонау жолдан шаршап келсеңіздер де, осы тойдың ішінде болайын, батаның ішінде болайын, ықыласымды, дұға тілегімді білдірейін деп келіп отырсыздар. Алла сіздерден разы болсын. Амин. Арыстан ұстаз, қош келдіңіз. Ал бисмилля, алхамдулилля. Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Мекемтас аға, мынау женшеміз осындай перзент тәрбиелеген сіздерге Алла разы болсын айтқымыз келеді.
сол азаматымыздың абыройын асқақтатып жүрген келіннің анасына рахмет айтқымыз келеді, сондай тәрбие берген. Қазақта мынандай сөз бар: 40-қа жеткен жігітті елі танымаса қасірет дейді. Сонша жыл босқа өтіп кеткен болып есептеледі екен. Ал енді мына бүгін 30-ға жеткеніне Аллаға шүкір деп, өзінің өмірдегі ең жақындарын шақырып, сол кісілердің бір дастархан жайып, батасын алайын деп, Рауан бауырымыз баршамызды жан-жақтан шақырып отыр. Көпшілікті қазір танып отырмын. Мынау айтады ғой, жігіттің кім екенін қалай білуге болады дегенде, онымен сапарлас болған кезде ғана біледі екенбіз. Біз осы Рауанмен сапарлас болдық. Сонда жаста болса алғыр екенін, ойының, талабының, арман мақсатының жоғары екендігін байқап риза болып, сыртынан дұға қылып жүрміз, Құдай тіл көзден сақтаса екен деп. Аллаға шүкір. Енді бір тыңдайым десеңіздер, бір екі мәселе айтып кетейін. Бағанан бері ауа райын, саясатты айтқан шығармыз, қасымыздағы адамдардың жағдайын сұрап. Енді біздің Қазақстан елінде мен түсіндім, қазір жастар неге үлкендерді сыйламайтын, неге тыңдамайтын, өйткені үлкендер де тыңдамайды екен ғой. Көріп атымыз да, қажылықта, Құдай астарда сөйлеп атады, имамдар, ұстаздарымыз. Үлкендер тыңдамай отырады. Одан кейін жастар тыңдамайтын болса ренжімейтін болдық. Өйткені алдың қарба тыңдап атқан жоқ та. Деген сияқты сіздер де ортан қарбасыздар. Сіздердің де арттарыңызда балдар өсіп келатыр, бала шағалар. Құрмет, қадір қасиет деген нәрсені Қонаев атамыз айтады. Қанмен келген нәрсені қасиет тұтпасаң қадір кетеді дейді. Аллаға шүкір, мін ел аман, жұрт тыныш, жақсылықта, берекеде өмір сүріп атымыз. Соған байланысты жігіттер, сіздерге екі нәрсе айта кетейін. Мен жасым үлкен, бағанан бері қарап отырмын. Көпшілік бәр жастар осында отырған, ертеңгі біздің елімізге ие болатын. Бірінші мәселе, мына Ұларбек Нұрғалым деген азаматтың кітабын оқып шықтым, Дай ағашы деген. Сонда анау үлкен қалаға әжемізді ауылдан кісілер шақырды дейді. Барып отырып, әңгіме, дүкен, ауа райын елді айтып отырған кезде, қолдарыңыздан раковинаға жуыбаңыздар, қазір ет келеді деп айтты дейді. Сонда бәрі орнынан тұрып бара жатқан кезде, төрде отырған әжеміз, тайт, о несі ай, қалаға келеміз деп, дәстүрімізді ұмытайын деген екесіңдер. Ана 10 жасар ер асыл не ағып жүр? Мына отырған қонақтардың қолына су құйып, батасын алмаса деп айтты дейді. Әженің сөзінен кейін бәрі отыра қалды дейді. Анау ер асыл келіп қолға су құйып еді, озат оқушы бол, өсіп өңгін, жолың болсын деген сияқты адамдар шын ықылас пейілмен не айта бастады дейді. Сонда әжеміз мына сөзбен қайырған екен. Елдің алғысын алам деген ой болмаса, ол ертең қалай адам болмақ деп айтты дейді. Елдің алғысын алам деген ой болмаса басында дейді, ол ертең қалай адам болмақ дейді. Мен қазір бағанан бері сырттарыңыздан бәріңізге қарап отырмын. Жалпы жан-жақтың бәрін қарап жүрміз ғой соңғы кезде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисі дәл біздің заманға айтылған екен. Сондай бір уақыттар келеді. Сол уақытта адамдар жаратылысқа таңданып, қандай керемет люстра, қандай керемет ананың үстіндегі костюмі, ананың ашки вообще мощный екен, сұмдық. Деген сияқты адамдар жаратылысқа таңданып, жаратушыны ұмыт кетеді деп айтқан болатын. Мен қазір ойланып отырсам, біз қазір біреудің жылқысына, біреудің әдемі үйі, біреудің киім емес екен. Біз өзімізге өзіміз таңданып жүрміз ғой қазір ше. Басқаны қойғанда ше, Құдайдың құдіреті. Соған байланысты қазақтың ең керектісін айта кетейін жігіттер. Ана үстіңізде қымбат киім, ана биік үйлер, қымбат машина сізге баға бермейді ол. Сізбен бізге баға бермейді жігіттер. Біз осымен алданып қалмайық. Сізбен бізге баға беретін мына 4 нәрсе. Мына отырған жігіттер, мына 4-дің біреуіміз. Басқа вариант жоқ. Мына 4-дің біреуіміз. Біріншісі, аталық деңгейде өмір сүріп жатқан жігіт. Екіншісі, рулық деңгейде өмір сүріп жатқан жігіт. Үшінші, ұлттық деңгейде өмір сүріп жатқан жігіт. Төртіншісі, адамзаттық деңгейде өмір сүріп жатқан жігіт болып, осы 4-дің біреуіміз. Аталық деңгей деген кім ол? Мекемтастың баласы, Рауан, бір 2-3 бала шағасы бар, үйі бар, тамағы бар, күніге таңертең кетеді, ризығын тауып келеді. Бір күні олардың бәрі өтеді, артында баласы қалады, бір үйі бар, ризығын тауып келеді, әйтеуір, білмеймін әйтеуір.
ұстаз әдемі айтты ғой, адал ризық тауып жүр деп. Біреу адал, біреу арам, әйтеуір былайша айтқан кезде не өтіп жатыр? Бәленше, түгенше деген не өтіп жатыр? Бір ата әшейін жалғасып бара жатыр. Бірақ халық танымайды да, білмейді де, шаруасы да жоқ. Ал екінші деңгей, рулық деңгей. Ол өзінің руластарының тұрып жатқан ауылының ішінде жылағанын жұбатып, қиналғандарды қуантып, оқитын балдарды қолдап, қарттарды құрметтеп, аналарды әлпештеп жүрген адам, ол рулық деңгейде жүрген адам. Ал үшіншісі ұлттық деңгей деген бүкіл ұлттың қамы. Осы ел жерінен айырылмас екен, тілінен айырылмас екен, дәстүрінен айырылмас екен, діннен айырылмас екен деп, соған шырылдаған кешегі Ахметтер, Міржақыптар, Абайлар, Шәкәрімдер деген сияқтылар, бұлар ұлттық деңгейде өмір сүргендер. Кешегі мәшһүрлер, кешегі бұхарлар деген сияқты. Ал төртіншісі адамзаттық деңгей, ол пайғамбарлар, одан кейінгі Ибн Синалар, одан кейінгі Ұлықбектер деген сияқты олардың жасап кеткен еңбектерін алгебрлар, алгебра деп айтып жүрген. Олардың жасап кеткен еңбегін бір ұлт емес, бүкіл әлем пайдаланып жатыр. Енді ең қызығы, жарыстың ең қызығы, анау өсіріп атқан ұрпағымыздың үстінде көйлегі жеген тамақ емес. Ең қызығы осы төртеуінің қайсысы болады біздің ұлдарымыз. Менің соңғы сөзім, осы тойдағы, өмірдегі емес, осы тойда. Айтайын дегенім, анау ұлдарымыздың барлығы үлкен деңгейге қабілеті бар. Тек қана оны ата-анасы тауып, ұстаздар жәрдем беріп, қолдап жіберсе, барлық ұлдардың шамасы келеді, барлық қыздардың күйеуін көтеріп тұрып, керемет елдің еңсесін көтеретін ұрпақ тууға алтын құрсақты аналарымыз бәріне лайықты, бірақ өкінішке орай бағытын, мақсатын басында қойып бермей, басқа жолға да кетіп қалады екенбіз ғой. Құдай Таалам тойды құтты етсін, берекелді етсін. Алла нәсіп етсе, мына ата-аналар керемет дұға қылды. Бұдан да үлкен 40 жас, 50 жас тойларда төрт көзіміз түгел, бауырымыз бүтін басаман, еліміз тыныш, мына соғыс болып жатқан жерге бейбітшілік беріп, жақсылықта жарысып, ұлдарымыз ұялтпайтын, мына қыздарымыз қызартпайтын, ата-анасын екі де қуантатын салихалы ұрпақ өсіріп, солардың қызығын елмен бірге көруді Алла Таалам нәсіп етсін. Аумин. Аумин. Рахмет Арыстан аға. Арыстан аға мен Жарқын ұстаз, бұл екеуі де омыраға баратын еді, сол Рекеңнің құрметіне омыратынан атқа жасап, осы Рекең тойына келіп отыр. Өткенде менде бір шешім таңдау болды. Активтің тарифін таңдайын ба, Билайынның тарифін таңдайын ба деп. Сөйтсем, Билайынның тарифі қымбат екен. Билайынды алмай-ақ қояйын деп, Билайын центрдің қасынан өтіп бара жатсам, Жарқын жақта өмір сүр деп жазып қойыпты. Сосын Жарқын досымның құрметіне бола, сол Билайын тарифімен қазір жүріп жатқан жайым бар. Жәкең, Алла разы болсын. Негізі теледіп отырсыз ғой. Жәке, қош келдіңіз. Қазір ғана қасиетті мекеннен келіп отқан Жарқын ұстаз, бір шапалақ ұрайықшы. Жәкең бізге қатты жақын ұстаздарының бірі. Жәке, қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, амансыз ба? Танимын біз енді. Бір сұрақ, кто ты по жизни? Қош келдіңіз, Жәке. Жаңа қазақша ЧБД-дағыды ғой просто. Айта беріңіз, Жәке, қош келдіңіз. Ассалаумалейкум рахматуллахи. Өзі қанша тойға барып жүр қой. Жаңа той басталғанда шынымен қорықтым жеме же. Негізі бір кинотеатрға, анда ужасқа кіріп кеттік па деп же. Кейін есіміз жиып алдық. Рауан түрін етіп айтпасаңызшы. Сен қасыңдағылар қайда? Борялы. Отыр, Боря, отыр. Қазір сөйлесеміз қазір. Алла разы болсын жігіттер, Алла қуат берсін. Енді Рауанды мақтай бергенде не қыламыз? Анау айтады ғой, әке шешеңмен мақтанма, мақтансаң перзентіңмен мақтан дейді ғой. Әке көрген оқ жонат, шеше көрген том пішет дейді. Жай көкөңді движениелерін байқап қалдық қой, мына қайықтан келіп жатқанын же, өтешкі қайықтан келіп жатқанын байқадық қой. Қан бар екен ғой көке. Алла разы болсын. Енді бір-бірімізді мақтай бергенде қайтамыз, пайдалы нәрсені айта кетейік. Той құтты болсын. Мына жерде мен көп жігіттерді танимын мына жердегі. Кейбіреулерін қажылықта көргем, кейбіреулерін анау кальянда көргем, өтіп бара жатып. Біразын танимын мына жерде. Жалпы достарымыз көп. Көбінесе мына қажылықта қызмет қылам. Осы айтқым келетіні, осы жерде көп жұлдыздар отыр екен. Арыстан аға да керемет нәрселер айтып отыр ғой. Түрімізбен, киімізбен мақтан қалмайық деп ше. Сауканы көріп, вообще шок болып отырмын ғой мен жерде.
Астанадан келіп отыр. Жігіттер, мына жерде шынымен айтайын. Көп бір-бірімен, енді жігіттер шындықты айтайықшы. Өтірік бетке күліп келемізді бір жиында біреуді мақтап, шынымен айтайын Рауан. Сені бетіңе көп мақтайтын адам бар ғой, көбісі сыртыңнан жамандайтындар ше. Иә. Шынымен ғой? Мен бірімін. Анау артық кетіп қалады кейде. Жігіттер шынымен де мына жерде бір-бірімізбен дұрыс, бір дастарханда күліп ойнап отқанмен өмірде бәсекелес адамдар көп ше. Бірін-бірімен анау тақта, бақта жарысып келатқандар өте көп. Соның бір-екеуін айтқым келеді жігіттер. Уақытымыз бар ғой, дұрыс па? Көке, тойдың өзі жарты сағат басталды ғой. Отырдық қой шыдап. Қазір Николең шығады, ол вообще 1,5 сағат сөйлейді ол. Отырамыз ғой тыңдап сол кезде. Жігіттер, біздің болашақта ешкім айтып бере алмайды. Біз болашақта не болатынын білмейміз. Бірақ шариғат сенің болашағыңда не болатынын айтып береді екен Рауан. Қараңыздар жігіттер, кейде біз жолымыз болмай жатса, басқа жақтардан бір жол ашатын нәрселер іздеп жүреміз. Біреулер ақымақтар бір тәуіптерге барып жатады. Біреулер моланың басында түнеп жүрген ақымақтар да жетеді. Біреулер басқа бір нәрсе жол аштыру, бір нәрсе нумерологиямен жүргендер де көп қой. Жігіттер, қараңыздар. Біздің болашағымызда жолымызды ашатын, ашпайтын, немесе жолымызды болдыратын, болмайтын нәрселердің біз басымыз жетпейтін жақта жолдары бар екен. Біріншісі, Рауанның жолы жүрмей қиындап кетеді ғой. Сауда болмай жатыр. Сол кезде Рауан айтады, клиент келмей қалды, бірдеме болып қалды. Бір дүнияви себептер айта бастайды ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қараңыздар жігіттер. Кім әкесі мен шешесіне дұға қылуды тоқтатса, Алла оның ырзығын қысып, азайтып тастайды дейді. Қараңыздар жігіттер, біз ойламаған нәрсе, сенің саудаңның жүру жүрмеуі, жолыңның алғары болу-болмау, тасыңның жоғары өрмелеу бар ғой, қайда жатыр? Мына кісілердің разылығында жатыр екен. Братан, от души ғой. Дух беріп тұрсаңыз болды ғой. Ұра бересіз. Қараңыздар жігіттер, оларға сен дұға қылсаң, сенің жолың ашылады дейді Рауан. Ал егер олар саған дұға қылса ше, онда кеттің ғой. Бақытты адамдардансың ғой. Құдай сақтасын, олардың қарғысын алып қойсаң не болады десе, ата-ананың қарғысын алғандар еш уақытта оңбайды екен. Мейлі олар намаз оқиды, намаз оқымайды. Олар баланы қарғаған кезінде бар ғой, Құдай сақтасын, ол баланың жолы екі дүниеде де болмайды екен. Біздің жолымызды болашақта болдыратын нәрсе не? Ата-ананың разылығы, олардың дұғасы екен. Өсіп кетсең, қайда кетсең, онда кет. Ауылда жүрген, анау дамбал киіп жүрген, ешекпен жүрген ата-ана сен үшін әлемдегі номер 1 адам ғой қазіргі заманда да. Солардың разылығын ала жүрген екен. Одан кейін жігіттер, біздің болашағымызда болатын нәрсе, ол қандай десе, жігіттер қараңызшы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім біреудің айыбын ашса дейді, деріске ғой, дұрыс па? Бәріміз қателесеміз, жігіттер, мен де қателесем. Мынау тұрған жігіттердің бәрі идеал көрмей ешкімді. Біреуді қатты идеал көріп қалсаң, ертең қателескен кезінде көңілің қалып кетеді. Қателігімен қабылда адамды, бәріміз қателесеміз. Имамдар болсын, ұстаздар болсын, ешкім пәк емес, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан басқа. Қараңыздар, мен қателесем, оны мына кісі бар басқа жерде айыбын ашады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім біреудің айыбын ашса, сол қателікті өзі жасамайынша, Алла оның жәнін алмайды дейді. Мені болашағыңда дайындала бер. Неден болып жатыр бәленің бәрі? Қазақ не дейтін еді? 10 бәленің 9-ы тілден қоя. Осы тіліңнен өзіңе сатып алып жатсың. Біріншісі осы. Екіншісі, осы екеуін қысқа айтам. Үшіншісі сіздерге өте қатты маңызды нәрсе. Екіншісі, шариғатта не үшін біреуді қарғаудан қайтарған? Қараңыз, ешкімді қарғама. Кейде мына әйел адамдар енді анау сезімтал келеді, біреу қателік жасса, басыңа келсін, балаңа көрсетсін Құдай деп қарғап жатыр ғой. Болмайды екен, жігіттер, ешкімді қарғауға болмайды. Алла итак береді оны. Не үшін қарғап отырсың? Бірақ сен қарғаған кезде не ұтыласың? Жігіттер, ешкімді қарғама. Сені біреу қарғап жатса да, жолыңа кедергі жасап жатса да, қарғама. Неге? Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, біреуді қарғасын, не айтсын, дұға болсын, қарғыс болсын, сен сөйлеп жатқан кезде періштелерше, осы айтқаның өзіңе де болсын деп тұрады екен. Міне, болашақта саған болатын нәрсең екіншісі не екен? Біреуді қарғайсың, сол саған келеді. Тілден кеттің ба? Екеуі де тіліңнен таптың. Үшіншісі, жігіттер, маңыздысы, үндемейсің.
сөйлемейсің, ғайбаттамайсың, қарғамайсың. Бәленің бәрі іште болып жатыр. Қандай? Қазақ айтады ғой, жау алыстан келмейді деп ше. Жігіттер, мынау жігіттің бақыты не? Жақсы әйел, кең үй, жақсы көлік дейді ғой. Кең үй деген жігіттер квадратурасы үлкен үй емес екен. Кең үй дегенше қонақ үзілмейтін пейлі кең үйді айтады екен. Арман, қойба, Армани. Солай дейді екен. Мен сөйлей алмай тұрмын уже. Қазір айта салайшы. Қараңыздар, кең үй. Қазақ не дейді? Кең болсаң, кем болмайсың. Жігіттер, біздің болашақта бізге әсер ететін нәрсе не? Сенің ішкі пейілің екен. Құдай пейіліңе қарай береді деген нәрсе бар ғой. Енді қараңыздар, қандай? Жау алыстан келмейді дейді қазақ. Қазір Рауан қандай машинамен жүрсіңіз вообще? Қазір машинасы жоқ. Жаяусың ба? Жақсы болды, машинасы жоқ қазір. Ертең достарын шақырады, туыстарын біраз адам шақырады да Рауан айтады: жігіттер, Lexus 600 ғой, қазір нормальный сол ма? Lexus ойбай емес, амин десе, Потолок кобальт қой бұған, айта берсеңізші. Бет, Lexus 600 алдым дейді ғой, сіздерге айтайын, сол жерде екеуі инсульт алып құлайды. Анау енді ауыр ғой, енді өзің ойбай деп тұрсың ғой. Екеуі құлайды. Екеуі скорый шақырады, қалған енердегі 10-ы бар ғой, отырады да, бұл қаяқтан алды деп есептейді. Бұлай есептейді, бұлай. Оқтағаныңыз қалай кетті қазір сонда? Өлә дедім ғой мен. Се вообще. Мен алдына бұны қостым ғой дейм, Мынау шудан келген ау дейм, Жоққа, бақлаш. Уже бір жерге барып келген ау дейм мынау. Болды, кешірім сұраймын. Өлә дедіңіз ба, мен вообще? Лә дедім мен. Вообще. Қарасаңыз не дейді? Ойланады. Барай ойлайды, бұлай ойлайды. Рауанның ақша санаған жетпейді дейді. Соңында өзін-өз қалай успокойт деді. Бұла таңәлеттер ұрлай ма бір бәле ғой деп өз-өзін солай тоқтатады ғой. Кейін Рауан айтады: ойнап айтып жатыр ме, сол жаяу жүрмін деймін де ғой. Жаяу отқан не дейді? Бәсе дейді. Түсініз ба? Өз-өзіне келеді ғой. Жігіттер, мына іші тарлар, көре алмайтын қызғаншақтар еш уақытта бақытты өмір сүрмейді екен. Неге? Дүниенің кеңдігінен не пайда? Ішің тар болғаннан кейін дейді ғой. Міне осы мына отырған жігіттер, бізде бәсекелестік өте көп. Біріміздің анау. Қараңыздар жігіттер, сен жолыңды байлайтын нәрсе не? Сен просто біреуді көре алмай жатсың ғой. Кез келген хадис кітаптар өзі 6-ау бар ғой. Қайсысы екенсе айтпай ақ қоймақ ма? Айтып қойма, өзім айта берем шетінен. 6 хадис кітап бар. Кез келген хадис кітап қандай сөзбен басталады десе, иннамал аъмалу бинният. Әр адам ше ниетіне қарай алады. Амалыңнан ниетің жоғары тұрады дейді ғой. Қараңдар жігіттер, ниетің қандай? Құдай саған сондай береді екен да. Енді мына іші тарлар бар ғой, іші тарлар. Мына бір түрлі немене білән аяқтағылар ұйықтатып жатсын ба, не істеп жатсыңдар? Көрінбей қалып отырған жақтағылар. Бұл светті кім жақшы? Свет жағатындар. Бәсік кімге әңгіме айтып жатқанымыз көріп тұрайық та. Қараңыздар жігіттер, шынымен ғой. Шынымен ғой. Біреуге қандай ниеттеніп жатсын, Құдай саған соны бере береді екен ғой. Соңғы сөзім жігіттер, іші тарлардың ниеті қандай болады, білесіздер ма? Екі адам бір дейміз, Рауан екеміз бір дейміз. Рауан көтеріліп барып, Lexus 600 алған кездеше, мына іші тар адам бар ғой. Мен де Рауан сияқты 600 алсам деп емес, мына таңған еле төмен түссе екен де бар, олардың ше, түсін ниеттері, мынау түссе екен дейді екен ғой ол. Іші тарлық соған жеткізеді екен да. Сол үшін жігіттер кең болайық. Кең болсаң кем болмайсың. Құдай саған ниетіңе қарай береді. Ешкімді қарғамайық, ешкімді ғайбаттамайық. Және жігіттер жүрген жерде әке-шешелерімізге дұға қылып жүрейік. Оған медресе оқудың керек жоқ. Оған даже дәреттің де керек жоқ. Отырған жерінде Алла менің ата-анама 2 дүниенің жақсылығын берші деген сұрақты бұндай сөз айту оңай ғой, дұрыс па? Міне сенің жолыңды ашатын, болашағыңды жарық қылатын нәрсе, өзім атымды айтып отырмын ғой. Жарық қылатын нәрсе сол екен ғой. Жігіттер, Алла разы болсын. Әмин, жәке. Бірінші Аллаң сыйла, анаң сыйла, екінші анаң сыйла деп ұстаздарға айтпайтын шығармын. Айта беріңіздер. Алла разы болсын, жәке. Мынау алыстан 6 жасар бала келсе, 60-тағы ақсақал орнынан тұрып сәлем береді дейді. Жасы кішіде болса, бас болып жүрген осы Рауан бауырымызбен қажылықта бірге болған қуаныштас, сонау Павлодардан келіп отыр екен. Қуаныштас, ендігі сөзге өзіңіз. Бір мейт машиналарды айтасызсам бола ма, аяқта адамдар? 439 Чанган, 102 Ауди, 896 Чанган. Далаға шығып кетсінші дейді. Срочно балалар жаурап тұр дейді.
қош келдіңіз Павлодардан. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті тосер қауым, құрметті көкем, әжекем, Алланың қалауымен бірге қажылықта болғанбыз. Көкемізбен, анамызбен, екі анамызбен. Сол кезде біз Рауан қажымен танысқан болатынбыз. Құдай тағалам мына жасыңызға жас қосылсын. Біз енді Баян өлге, Баян ауылдан келгеннен кейін бізде енді Мәшкір Жүсіп атамыз бар. Мәшкір Жүсіп атамыз, Абай атамыз, Уахид Хазірет үшеуі бір ғасырда өмір сүрген екен. Соның үлкені Абай атамыз. Сөйтіп Мәшкір Жүсіп атамыз тобықтыларға қонаққа барған кезде Абай атамызды зират қылады. Сөйтіп дастарханда Абай атамыз отырған кезде Мәшкір Жүсіп кіріп келеді. Сөйтіп амандаспай хабар бергізеді, Мәшкір келді деп. Сөйтіп Абай атамыз Мәшкірді сынайды. Құдай қайда дейді. Сонда Мәшкір Жүсіп атамыз ойланбастан, Абай, сенің құдайыңды білмеймін, менің құдайым жүрегімде дейді. Сол сияқты әрқайсымыз иншалла құдайымызды еске алып жүрейік. Құдайдан ажырамайық. Сонда шайтан қайда дейді. Сонда Мәшкір Жүсіп атамыз Абайға қарап, шайтан сенің тіліңде деп айтқан екен да. Алла тағалам жаңа жарқын ұстаз айтқандай, жаман сөздерден Алла сақтап қойсын. Сөйтіп қонақ қылып, дастарханын жасап, қонақ қылып жатқан кезде әңгімесін жалғастырады Абай атамыз. Жаннат қайда, тозақ қайда деп сұрайды. Сонда Мәшкір Жүсіп атамыз, жаннат әр қайсының үйінің төрінде дейді. Міне, ағзалықты аналарымыз, әкелеріміз отыр. Алла тағалам осылар кісілердің дұғаларын иншалла қабыл етсін. Сонда тозақ қайда деген кезде, тозақ кімнің үйінде қатыны жаман, сол үй тозақ деп айтқан. Қажекем, Алла тағала иншалла сізді содан сақтасын. Алла тағала міне тойыңыз құтты болсын. Алла тағалам келесі 40 жас, 50 жас иншалла тойлау нәсіп етсін. Ниет қылып жатқан үлкен қажылығыңызды Алла қабылдығына жасын. Алла риза болсын. Павлодардан келген Қуаныш ұстазға бір шапалақ ұрып қойықшы. Нұреке, өзіңіз жүргізе бересіз қой, ә? Жоқ, мен мына жерде енді сіз танымайсыз қой, сосын дәрежесіне қарай беріп жатырмын. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құран жаттаған сахабаларды өте қадірлеген. Ол өйткені Алланың кәламы. Ғалымдарымыз айтады, Құранға ыдыс болған жүректі Құдай тағала азаптауға мейірімі жібермейді дейді. Сондықтан да ортамызда Құранды толық көтерген, жүрегін 114 сүреге ыдыс қылған Алматыдан Қари бауырымыз келіп тұр, сол бауырымызға берсек. Реал мен Баварияға 2 сағат 15 минут қалды. Айта беріңіз, айтыңыз. Бисмилля, алхамдулилля. Баршаңызға Аллах Тағаланың сәлем мен Аллах Тағаланың берекеті болсын. Аллах Тағала сіздерге разы болсын, осындай рәкеңдей ұл тәрбиелегендеріңізге. Жалпы ұстаздардан кейін сөз болса қиын екен. Аллах Тағала осы ұстаздарымыздың айтқан көркем насихаттарына баршамызға амал етуді нәсіп етсін. Ғалымдар айтады ғой, Аллах Тағала бір құлдан бір амалды қабыл еткісі келетін болса, оны сауапты іске тоймайтындай жасап қояды дейді. Рәкеміз сол нәрсеге амал жасап, шамасы келгенше амал жасап жүрген бауырларымыздың біреуі. Аллах Тағала отбасына, кәсіптеріне берекесін берсін. Сіздер аман болыңыздар. Аллах Тағала разы болсын баршаларыңызға. Сауран ағамыз, осы Рауан бауырымыздың жерлесі, ағасы, ұстазы, осы Сауран ұстазға береміз. Ассаламуалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алланың сәлемі, рахматы, берекеті болсын. Мекемтасаға мына ақтан бері жырау айтады ғой. Бала бітсе тезінен, пірлердің бітсе демінен, шілтеннің тиіп шылауы артылып туса өзімнен деп. Осыншама берген бақытты көтере алар мекеміз деп. Мынау әрбір атана өзінің ұл қызын өзінен асырып тәрбиелеу ата-ананың жемісі екен. Сол үшін Рауанды өзіңізден асырып тәрбиелеңіз. Көріп тұрмыз, ал айналайын Рауан, мына бірде жетеспейге Төлеби жас кезінде барып, ата мынау тон сұрасам тозып қалады, ат сұрасам өліп қалады. Оданша өзі 90-ды алқымдап тұрған кез екен. Оданша маған бұл өмірдің сипаттап беріңіз депті. Сол кезде 90-ды алқымдап тұрған қария айтыпты, айналайын Төлежан, мен де 10-ға келдім, бала болдым, қызығына тоймадым,
20-ға келдім, бойладым, сонда да балалығымды қоймадым. Жақсы сөздерге сүйіндім, жаман сөздерге күйіндім, барымды үстіме киіндім, деп жаңа одан кейін 30-ға келдім, 6 айы қызыл түлкі болдым, қыран бүркітке алдырмадым, құмай тазға шалдырмадым, мына дос жарандарымның көңілін қалдырмадым депті. Айналайын, Рауанжан, сен де енді осындай көпшіліктің, халықтың, достың жүрген жерінде көңілін қалдырмай, болашақта арғымақтай аңқылдағын, мынау тау тасындай саңқылдағын, сұңқар құстай тау тасындай саңқылдағын, ағылмастай жарқылдағын. Сол Төле биге сол жетеспей батасын беріп, айналайын, қына тасқа бітет, адамның, мына бақ дәулет адамның жетекке жүрмейді, адамның басына қонат депті. Бұл Рауан ініміз өзі ауылға да жанашыр болып, мешітімізге де демеуші болып жүрген азаматтардың бірі. Сол үшін осы ісіңнен арылма, анау батасызға бата бол, жотасызға жота бол, өзіңе ілескендерге аға бол, әлсіздерге жаға бол. Айналайын, анау көптің алғысын, батасын ал, алғаның алғыс болсын, тапқаның табыс болсын, болып жатқан барлық жақсылық, айналайын, Рауан, сенің отбасыңа жұғысты болсын. Амин. Аумин. Нұреке, енді 2 қадам қалды, орасаңыздар. Жақсы, Алла разы болсын. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Жамағат деп бұңы, мұна тойға жиылған қауым, әбден жұмада уағыз айтып осылай үйрен қаппыз енді. Енді араб тілінде жиналған адамдар жамағат деп айтады, сондықтан кешіріп қойыңыздар. Мынау Реке, мынау бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Мен сізді бір 30-дан асып кеткен жігіт екен деп жүрсем, 30-ға енді толып жатыр екенсіз. Иса пайғамбар 33 жасқа толған кезде көкке көтерілген екен. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассаламға білесіздер 43 жасында пайғамбарлық келген. Бүкіл пайғамбарларға пайғамбарлық 40 жасынан бастап келген екен. Сөйтсе дейді, мына жігіттік жас 40-қа дейін жігіттік жас болып есептелінеді екен, құрметті ағайын. Сәл тыңдасақ, Алла разы болсын. Енді Реке, осылай келін екеуіңіздің жарқырап жүргендеріңіз міне осы ата-аналарыңыздың арқасы. Алла тағала Құран кәрімде айтады, пендеге Құдай тағала көтере алмайтын жүкті жүктемейді дейді. Бірақ дейді, бір пенде бір жүкті қанша өтесе де өтей алмайды екен. Бірақ соны өтей беруді Құдай тағала бұйырады екен. Ол не десе, ата-анасына қанша жақсылық қылса да, оның жақсылығын, қарымын, қайтарымын ешқашан өтей алмайды екен. Бірақ Құдай тағала осы істі ғана бұйырады екен. Ата-анаңа жақсылық қыла бер, оның қарымын, қайтарымын ешқашан өтей алмайсың дейді. Мынау бір күні Омар халифаға бір жас жігіт келіп айтыпты: "Ей Омар, менің анам дүниеден өтіп кетті. Көзімді тырнап ашқаннан бері анам дүниеден өтіп кеткенше қолымнан келген бүкіл жақсылықты аямай істедім. Мен анамның ақ сүтін өтедім ба?" деген екен. Сол кезде халифа Омар тұрып: "Сен анаңның ақ сүтін өтегенің былай тұрсын, сені анаң 9 ай 10 күн көтеріп, сені босанайын деп жатқан кезде, толғатып жатқан кездегі сол толғағының бір ыңырсығанына да осы бүкіл істеген жақсылығың татымады" деген екен. Сондықтан да құрметті Реке, міне сіздің осылай келін екеуіңіздің жарқырап жүргендеріңіз осы ата-аналарыңыздың арқасы. Ғалымдар айтады, Алла менен ананың ортасында ерекше бір мейірім болады дейді. Оны Алла ғана білет, ана ғана білет, оны перзент сезін алмай дүниеден өтіп кетеді дейді. Өзіне де жақсылық тілемесе, өмір бойы бала шағасына жақсылық тілей беретін осы тек қана ата-ана екен. Сондықтан да құрметті ағайын, мынау Шымкентте өткенде бір жігіт айтып жатыр: "Мен үйлендім дейді, 8 жыл болды, әйелім көтермеді. Анда бардым, мында бардым, ұмыраға да бардым, Құдайдан жылап сұрадым дейді. Бірақ үйімде қарт әкем бар еді дейді. Әкем туберкулез ауруымен ауыратын еді. Түнімен көк жөтел, түнімен таңға дейін жөтеліп шығатын еді дейді.
Содан бір күні түнде Құдай оятты ма, періште оятты ма, оянып кетсем, әкем қатты жөтелді да бір кезде үні шықпай қалды дейді. Сосын ұйқы басып тұрды, жата салайшы деп жатыр едім, мазам кетіп, келіншегім айттым дейді, баршы, әкеме бар біліп келші халін жағдайын, өліп қалмасын деп келіншегім жіберіп, келіншегім барды да шыңғырып айғайлап жіберді дейді. Барсам әкем көкпеңбек болып, тілін жұтып, өліп баратыр екен дейді. Содан арқасын қағып, жылы су беріп, әкемізді бері қайтарып алдық дейді. Сонда әкем жылап тұрып, келін отыр, балам отыр деп, қолдарың жайыңдар деп дұға қылды дейді. Балам, екі дүниеде жақсылық көр, жерден алған тасыңның барлығы алтын болсын. Келін саған Құдай тағала көзіңнің қуанышы болатын перзентті нәсіп етсін деп дұға қылды дейді. Жылап отырып біз әмин дедік. Содан көп ұзамай, бір айға жетпей келіншегім көтерді дейді. 8 жыл көтермей жүрген келіншегім, Меккеге барып дұға қылған келіншегім дейді. Әкемнің бір батасы менен көтерді дейді. Мен қандай бизнесті бастайым, сол бизнестің бар жарқырап дөңгелеп жүріп кете береді дейді. Сөйтсем мен бақытты айдаладан іздеген екем дейді. Ауруыма емді айдаладан іздеген екеммін. Менің Меккем, менің Мәдинам, менің бағымда, бақытымда, үйімде отырғанын мен ешқашан бұл уақытқа дейін қадір қасиетін жетіп сезбеппін дейді. Сондықтан да құрметті ағайын, күнде көріп жүрген таудың биіктігі байқалынбайды, қолда барда алтынның қадірі жоқ дейді. Әке шешеміз тірі жүрген кезде осылардың қадір қасиетіне жетейік. Біреуіміз әкеміздің желкесінен ұрып өлтіріп жүрміз, бірақ біздің әкемізді тірі болса шіркінай, желкемен мінгізем деп армандап, Меккеге апаратынмен деп армандап біз жүрміз. Өкінішке орай. Сондықтан да құрметті ағайын, аға, ана, осы рекең ұлдарыңыз, иншалла, мерейі үстем болып, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иза ахаббаллаху абдан ассала". Егер Құдай тағала бір құлын жақсы көріп қойса, мынандай бір белгі береді дейді. Міне бәріміз Құдайға жаққымыз келеді. Ол қандай белгі десе, сол құлын өзінің жолына пайдаланады дейді. Міне осы Рауан бауырымыз діндар жігіттерге, мешіт жамағатына осы көмектесіп жүрген, қасында біраз жігіттер бар. Міне таудың тасындай жиналып отырған тамада жігіттер ғой. Бәрі мұсылманның баласы. Осылардың әрқайсысын көріп қаламыз ұстаздардың ар жақ бер жағынан. Біліңіз, сіз Құдайдың жақсы көрген құлысыз. Қашан сол дінге көмектесіп жүрсеңіз, дінге пайдаңыз тимесе тимей-ақ қойсын, бірақ найзаңыз тимесін. Сондықтан да құрметті ағайын, міне тамадалар жиналып отыр екен. Мен өткенде Арекеңе де айттым, Рауанға да айттым, Борияға да айттым, Олжасқа да айттым. Құдай тағала мына имамдарға берілмеген мүмкіншілікті тамадаларға берген. Имамдар біз аптасынан бір-ақ рет 2000 адамға, 1000 адамға уағыз айтсақ, Құдай тағала міне Рауанның тойында 400 адамды Арманға жинап берді. Арманға жинап берді алдына. Міне сауапты жинап қал, Арман. Ертең осы тойдан сенің бір насихатыңменен біреу иманға келетін болатын болса, сенің насихатыңменен бір ғалым шығатын болса, ғалым тірілсе, ел тіріледі дейді, ғалым өлсе, ел өледі дейді. Сондықтан да иншалла осы тамада бауырларымыздың құлағына алтын сырға, тойда осы жамағат жиналған кезде, енді мына жерде тыпыршып отқан біреулер бар шығар, көп сөйлеп созып кетті деп. Әлде мен дұрыс ойлай алмай тұрмын. Бірақ бауырлар біліңіздер, біз қолдан келеді, мына жерде Рауанды мақтап 5 минут сөйлеп шығып кетуге. Біздің де қолымыздан келеді. Бірақ мынандай мүмкіншілікті, тамадаларға берген мүмкіншілікті Құдай тағала біздің қолымызға бермеген. Сіздердің қолдарыңызға берген. Сондықтан да иншалла Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: "Тауану алал бирри уат тақуа". Тақуалыққа, Құдайдан қорқуға, жақсылыққа жәрдем беріңдер, күнәлі іске, дұшпандыққа жәрдем бермеңдер дейді. Иншалла Омар ибн Хаттабтың айтқан сөзі бар: "Бір тамшы арақ өзенге тамып, сол өзеннің жағасынан шөп шығатын болса, мен малымды жаймас едім. Бір тамшы арақ өзенге тамып, өзеннің жағасынан тал шықса, сол талдың көлеңкесінде отырмас едім" деген. Бірақ біз арақ ішкен досымыздың қасында отырамыз, ахеке, ехеке. Сондықтан да құрметті ағайын, басқа халал тойға шықпай жүрген тамадаларға насихат, иншалла адалдыққа өтіңіз. Құдай сіздің рызығыңызды хараммен іздесеңіз хараммен де жеткізеді, адалмен іздесеңіз адалмен де жеткізеді. Бірақ адалдың
берекетінің бар екенін естен шығармаңыз. Арамда ешқашан берекет жоқ. Қой малы адал, жылына бір рет туа ма тумай ма, бірақ өрісте мыңғырған малды айдап жүрген адамдарды көресің. Ит 6 ай сайын туады, қателесіп тұрмын ба, 3 ай сайын туады. 8 күшіктен 4 күшіктен туады. Бірақ ит бағып жүрген адамдарды көрдіңдер ма? Иттің еті арам, Алла тағала береке берген жоқ. Сондықтан да құрметті бауырлар, адалдықпен жүрейік, бір-бірімізді құрметтейік, аз ғана өмір, бір-бірімізге жақсы сөз айтайық. Сіз менен бізді жасаған Құдай тағала не керек екендігін білет, бір-біріңе тек қана жақсы сөз айтыңдар деді. 10 күнәнің 9-ы тілден деп білеміз, бірақ 10 сауаптың да 9-ы тілден екенін ұмытпайық бауырлар. Алла тағала баршамыздың ақыретімізді, дүниемізді қайырлетсін иншалла. Алла разы болсын баршаңызға. Аумин. Реке, 100 жасаңыз. Мұна ағама қарап ырза болдың ше. Ана қазақ айтады ғой, бір перзент әкеге жете туады, бір перзент жетіп туады, бір перзент өтіп туады дейді. Мен Рауанды өтіп туған перзент екен деп ойлап жүрсем, бұл әзер жетіп туылған перзент екен ғой сөйтсем. Ағамызды, Арекеңді тамада қылып, шығын шығарып, ысырап қылып жатсыз Реке. Ағамыздың өзі ақ керемет қылып басқарып береді екен ғой, Алла разы болсын. Дұғадан ол келіп отырмын мен, тек дұға үшін. Дұға үшін келіп отырмын мен. Ба сен настроениең жоқ. Сол ғой. Алла разы болсын. Жаңа сіздер айтып едіңіздер ғой, жарысуға болмайды депші. Бүгінгі жарыста жарқын ұстаз ұтты десең, мен Құрбан сөйлеші. Ең соңғы сөзім. Құрбан қысқа сөйлеш. Ең соңғы сөзім. Нұреке, беріңізші, өтініш. Реке, біздер айтамыз ғой, әйелдің жәннаты не деп айтамыз? Күйеудің аяғында деп айтамыз, күйеудің разылығында деп. Бірақ әйелдің жәннаты Рауанның аяғының астында екен. Рауанның анасының аяғының астында екен. Рауан қашан анасын разы қылады, Рауанның аяғының астына өтеді. Рауанды келін қашан разы қылады, келіннің аяғына өтеді. Сол кезде ана балашаға аяғының астында жәннат болған анаға қызмет қылады екен. Алла тағала баршамыздың анамыздың, әке шешеміздің қадір қасиетіне жетуімізді нәсіп етсін иншалла. Аумин. Ареке, кешіріп қойыңыз. Жоқ, ешқандай не жоқ. Мекемтас аға, табаныңыз көрсетіңізші. Ойнатам, келіңіз Құрбан. Жоқ, папаны ашын айтып жатырмын, ашын. Арекең қателеседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкенің деген жоқ, ананың аяғының астында деді. Жоқ, ашын айтып жатырмын ғой. Жәннатты ананың аяғының астында деді. Жоқ, ашын платировный туфлиін айтып жатырмын. Ареке, қателесу өзіңізге сабақ болады, келесі жол айтып жүресіз та. 400 адам жинап, мен де бір уағыз айтайын. Қармақ, балық берме, қармақ бер. Айта бер, бірден. Ассаламу алейкум, құрметті жиналған қауым. Мекемтас аға, жеңге, тойларыңыз құтты болсын. Рауан бауырым, Алла тағала абырой берсін, екі дүниеде де игілікке жеткізсін. Алла тағала осы сасық ниетті залым адамдардың тілінен, көзінен сақтасын. Осы Рауан бауырым, осы арақсыз той бастаймын деп маған бір айтқаны бар еді. Алла тағала қасиетті Құранда былай дейді. Астағфирулла, фаиза азамта фатаваккал алалла дейді. Егер бір істі істеуге нықтап, бекініп, шешім қабылдасаң, Аллаға тәуекел ет дейді. Алла тағала ризықты адалынан да, арамынан да береді. Бірақ сіз осы адалынан болуды қаладыңыз. Міне сізді қаншама жақындарыңыз құрметтеп келіп жатыр. Осы жерде ұстаздарымыздың айтқан барлық дұға тілектері, ниеттерімізді Алла тағала қабыл етсін. Рахмет, Алла разы болсын. Амин. Бір шапалақ қошеме тұрып қойсаңыздар, аға. Алла разы болсын. Енді сіздерге осы Рауанның атынан беретін бір сыйлықтары бар екен. Бірінші. Ұстаздар, Алла разы болсын, келгендеріңізге өте ризамын. Алла тағала сіздерді сыйласын. Екі дүние бақыт нәсіп етсін сіздерге. Өте ризамын мен. Шынымен де мен осындай ұстаздармен бір сапарда жүргеніме, осы ұстаздардан тәлім тәрбие алып жүргеніме мен өте мақтанамын. Менің өмірлік әкем, мына Мекемтас деген менің әкем, жігіттер, көріп алыңыздар. Түсіндік қой, ақа. Бұлай енді, Әлібек Серғалиев, сол заманның Әлібек Серғалиеві мынау, көкем. Шілей үйтіп теңемейтін шығарсың. Никулин, сол заманның Никулині болған. Мен осы кісіден үйренгенмін, осы кісіден тәлім тәрбие алғанмын. Міне менің осындай аналарым, жанашырларым келіп жатыр. Ұстаздар, сіздерге енді шапан жапсақ, шапанды күніге жауып жатыр сіздерге. Өздеріңізге пайдалы кішкене Алланың кәлімменен өздеріңізге
мұсылманский осы исламский картинка құтты болсын ұстаздарға. картинкаларыңыз. Аллаға шүкір. Бұл кісілерге шапан жоқ, картинка ғой. Шапан кимейді ғой, не қылады бұлар? Қақтан білесің сен кимейтін? Нұреке, не сен деп жатсыз? Нұреке, ақша жер. Шапан Отаңыз, енді екі анамызға осы келіншегіміз екеуміз ақылдасып алтын жүзік алдық. Екі ана сіздерге. Аллаға шүкір, қуаныш күл анамызға алтын жүзік, Дананың анасы енесіне ұл болсын анамызға купальник десең. Алтын жүзік, міне екі анамызға. Мен осы кісіге бір жарым сағаттан кейін купальник ризамын, бір шапала ұрып қойыңыздар. Құтты болсын. Мамаң әдемі екен. Өте білмеймін енді, мен қалай қазір енем туралы айтсам, ой, қайын жұртшыл анау мынау деуде мүмкін, бірақ мен осы кісі үшін ризамын, шынымен. Алла разы болсын, осы кісіге өте қатты ризамын. Дұрыс. Екі анамызға алтын. Папа сізге алтын тағу қарам деп. Кім? Шапан берейік. Микрофонды берші, айналып. Папаңда сен де қоймадыңдар ба? Берсе тестес. Үндемей тұрып қой. Еще тегін кеп жатырмын. Бош тестес, айналайын. Ал, шапаңыз құтты болсын, папа. Жаным, міне, Мекемтас атамыз құтты болсын. 5 жыл кісі. Мен бір естелікке, суретке түсіп алыңыздар да, бір уағыздан. Ойын айтам, суретке түсіп алыңыздар. Бір суретке түсіп алыңыздар. Жарқын аға сізге берді ма, жәге? Қолыңызда жоқ қой. Бәрінде бар ғой, я? Болды. Уайымдаймын просто өтірік. Ой, рахмет сіздерге. Сен енеңді қатты сыйлайды екенсің ғой, я? Бірінші енеңді сыйла, екінші ондай жоқ қой, салым. Ақшаны маған берейін деп тұрсыз ба не? Тұр, мұқтаж жанға ұқсап тұрып тұрыңыздар. Суретке түсеміз дейді. Бір жарым сағатта той. Аллаға шүкір. Рауан, тыныш жүрші айналайын. Өзің неріме тиіп жүрсін. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Өте мықты. Шығысқа барсаң ақын көп, тілімен тіліп тірескен. Батысқа барсаң батыр көп, балуан болып күрескен. Ұрғанда болған солтүстік, ордан болған оңтүстік, орман болған орталық бірлігі. Тағы да сіздерді Рауан таңғалдырудан жалықтырмайды. Сіздердің құрметтеріңізге, қасиетті мекенге 70% жаңа барып келген деп жатыр ғой. Умраға, Мекке, Мединаға, Аллаға шүкір. Сол жақта енді барған кезде дұғадан бөлек, Алланың үйіне барғаннан бөлек, осы жерде барғандар білет, ана Меринда деген бір керемет сусын бар. Ол Қазақстанда әлі жоқ, енді келіп жатыр. Осы Рауан сонау қасиетті мекеннен тапсырыс беріп, келіп отырған барша қонақтарға Меринда ұсынайын деп жатыр. Жап жасыл Меринда. Қарсы алыңыздар. Рауанның атынан Меринда. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله Мериндаларыңыз не деп айтады? Ас болсын дей ма? Бұл Меринда, ерекше Меринда, құрметті ағайындар. Бұл ерекше Меринда, кекірсең еш шықпайды. Енді біз ортамызға бүгінгі кешіміздің тағы да қонақтарын шақырымыз келіп жатыр. Рауан сіздерді тағы да таңғалдырайын деп жатыр, құрметті ағайындар. Алматы қаласынан Рауанның тойын құттықтап келіп отырған бүкіл Қазақстанның хиттары, тойдың көтеріп жүрген жігіттер, Рауанның да абыройын көтеріп келіп отырған Алатау серілері, шапалақ, қошеметтермен қарсы алыңыздар.
алты тармақтан тараған алты үннің сарынын естисің. Ассалаумағалейкум. Рахмет. Не деген қошемет ағайын. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Той құтты болсын. Рәкебай айналайын. Осы бір келіп жатқан қайырлы жасын құтты болсын, тек жақсылық болсын. Жан жағыңды таспен емес доспен қоршап, жалпы осы бір бой көтерсе бұтқа қол жайса жұртқа жақсылық деп жатқан ел ағаларын төрден көріп мүбәрәк жүзін есен көргеніміз бек қуаныштымыз. Тек жақсылық болсын. Аман бол, еліңе, халқыңа қызмет етіп жүре бер. Тек жақсылық болсын. Көненің көзіндей боп көрінеді, бойынан қазақылық төгіледі. Таразым қошеметпен қарсы алса егер ән салсын Алатау, серілер дейміз. Жалпы қазақ емес түркі Тұран даласында аспандап жүрген осы бір ән Арысланбек Сұлтанбек, Сезімхан Шығайып бауырымыздың сөзіне жазылған домбыра. Ал серілер, бас домбыраға. Келесі әніміз осы ғаламторда да жалпы қазақ емес түркі дүниясында да хит боп бір трендке айналған хас жүйрікте сын болмас дегеннен тарту. Той қыласын. Ал серілер, басқа Рәкебай той қыласын, тағы да тек жақсылық болсын. Келесі әніміз елдің шетінде, желдің өтінде жүрген
ұлтым дейтін жанашыр, алашым дейтін асыл азаматтардың құрметіне бір рухымызды көтеріп отырайық. Алаштың ұраны асқақ, байрағымыз биікте, заманымыз тыныш болсын. Бабамыз жепті дейік, текті дейік, баршаңызға бақытты болсын деп тілейік. Бабамыз батыр болған дей бергенше, баламыз батыр болсын деп тілейік ағайын. Алаш ұраны. Ал кеттік серілер! Басқан шыға! Мың алғыс. Әлемдегі туылардың ішінде бірінші орынды жеңіп алған қазақтың туы болатын, қазақтың туына бір қаттырақ қошемет ұрып қойып отырыңыздар шағайындар. Байрақ деген тәуелсіздік, байрақ деген тұтас ел ағайын. Олай болса, байраққа деген, туға деген құрмет болсын. Баршамыз орнымыздан тұрып қояйық. Көк туымыз желбірей берсін ағайын. Жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Осы бір Тараз өңірі құт қонған киелі мекен, әлемнің шыңын мағындырып, қаншама олимпиада чемпиондары шыққан жер. Осы Рауанның шаңырағында да байрақ көтеретін ол келсін деп тілейміз ағайын. Той қыласын. Көп рахмет сіздерге. Қазақ ұлтыңды сақта,